Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіз Азамат Скаков YouTube каналындасыз. Каналыма қош келдіңіз. Біз каналымызда 18-20 минуттық ғылымға негізделген ақпараттармен бөлісеміз. И сізді көргеніме қуаныштымын. Каналыма қош келдіңіз. Егер де каналыма подписан болмасаңыз, міндетті түрде подписка батырмасын басып, комментарий жазсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Өйткені комментарий көбейген сайын YouTube мынау видеоны маңызды, қызық деп шығарады, басқа адамдарға пайдалы болуға сіз септігіңізді қосасыз. Қош келдіңіз. Енді біз алдыңғы сабағымызда қаржы қағидалары, финансовый грамотность туралы бастаған едік, және бірінші бөлігі, яғни кіріс бөлігін сөйлескен едік. Кіріс бөлігі туралы. Бүгін біз сіздермен екінші бөлігі шығындар туралы сөйлесеміз. Өміріңіздегі қаржы тақырыбындағы шығындарыңыз қандай? Осы мәселе кейбір кезде біз мән бермейтін және өзімен өзі байқаусызда кетіп қалатын мәселе. Естеріңізде болса, біз қаржы қағидаларын үшке бөлдік. Ақшаның кірісі, ақшаның шығыны және инвестиция, яғни ақшаны сізге жұмыс істеу туралы сөйлесетін болдық. Бірінші бөлім алдыңғы сабақта. Енді екіншіге келейік. Достар, қаржы қағидасында менің өмірімде шығындар бар. Енді осыны шығындардың бөлек зерттеу керек. Қалай, маған бір қызық, мынандай ой келді де, шындығында біз ақша табуды білеміз. Біз барлығы ақша табуды білеміз. Яғни ересек адамдар, жұмыс істеп жүрген, жұмыс дәуіріне кірген кісілер ақша табуды біледі. Бізге керек мөлшерде біз ақшаны тауып алдық. Аллаға шүкір, таптық. Енді шығын мәселесін оны бөлек зерттеу керек екен. Мен бұны білмейтінмін. Мысалы, менде мынандай бір ой болады. Каспиімді ашсам, осы ай мен Каспиіме кірген ақша мынанша миллион деймін да, бірақ қазір картамда бірнеше 100 мың ғана бар да, бірақ көзге көрінетін ештеңке алмағам да мен. Не алдым мен осылай деймін да? Ештеңе алмадым. iPhone алмадым, MacBook алмадым, ештеңе алмадым, бірақ қайда ақша деймін? Қайда кетіп жатыр? Біз қатты бір құртып атқан жоқпыз ғой. Қайда кетіп жатыр деген ой менде келеді. Сізде де болуы мүмкін, мысалы, табыс осынша, бірақ айтады, көбісі айтады, әзеке білмеймін, әйтеуір айдың соңында әйтеуір әрең шығамыз ғой дейді. Немесе қарыз аламыз, немесе әйтеуір ой деп айлыққа дейін деп шыдап өтеміз дейді. Бірақ былай қарасаңыз, ол ақша жету керек еді дейді. Енді осы тақырып қызық. Сосын мен бұны қызығып зерттедім. Қалай болады бұл? Шығын не ол? Қайда кетіп жатыр? Сөйтсем, шығын дегенім, шығын сіздің жаңағы расходтарыңыз кәдімгідей бөлек мән беру керек, бөлек есептеу керек мәселеңіз және бөлек зерттеу керек мәселеңіз. Мысалы, мынандай бір тапсырма сіздерге. Алдыңғы видеода естеріңізде болса, мен сіздерге ішкі состояние, ішкі жағдаймен, халмен жұмыс істеуді тапсырған едім. Және ақша туралы сенімдеріңізді жазуды тапсырған едім. Енді осы жолы сіз бір немесе 2 апта. 2 апта болса өте керемет болар еді. Өте керемет болар еді. Егер ерік жігеріңіз жетсе, егер бұл мәселе мен үшін маңызды деп сенсеңіз, 2 апта бойы күнде кешке қарай шығындарыңызды жазсаңыз. Күнде кешке отырасыз, ерінбейсіз, білмеймін, сотканың заметкасына ма, білмеймін, дәптерге, блокнотқа ма, отырасыз да жазасыз. Міне, мынау бүгін 1490 теңгеге шай алдым. 890 теңгеге, білмеймін, таксиге отырдым. 1000 теңгеге единица салдым. Одан кейін кофе іштім, түстен кейін 1400-ге, 1600-ге. Таксиге 5000 кетті, балама 3000 бердім, білмеймін, қызыма, бойдағы жігіттер, қызыма гүлге 25000 құрттым, бәрін жазыңыз бүгінге. Ерінбеу керек, бұл сіздің 2-3 минутыңыз алады, жазыңыз. Кәдімгідей жазыңыз, шығындарыңызды жазыңыз, қайда кетіп жатқан, күнделікті. Өстіп, бұл маған қатты көмектескен, және бұл методика мен ойлап тапқан жоқпын, бұл кәдімгі әлемдік методика. 2 апта жаздым. Содан кейін, достар, мен ананы отырып анализ жасадым. Яғни, не үшін жазу керек? Мен ойша шығарамаймын оны. Ойша, бүгін естедім, бүгін анда бардым, мында бардым деп ойша, бұл көз алдыма сурет болып шықпайды. Бірақ мен жазған кезде бұны мен көрем, сырттан көрем. Мәссаған деймін да.
мен осы бір аптаның ішінде кофеге 35 мың теңге құртыппын. Тек кофеге. Мәссаған. Ей құдай-ау, бір кесе кофе ғой. Ана бір бұл деген андай бір қатып қалған нәрсе емес қой. Кофе, бір кесе кофе. Сосын ойладым, мәссаған. Менде офисымда, мына сіздер көріп тұрған офисымда Түркиядан маған сыйлық жасаған күшті бір шайды өзі демдейтін аппарат. Шайды өзі демдеп береді. Ана түрік шайын әдемі қылып қап-қара қылып өзі демдеп береді. Өзі мына жаққа су құяды, өзі шәмбесін ал жаңағы заваркасын араластырады, бәрін өзі дейді. Мен айтам, неге мен офисымда тұрған шайды ішпеймін? Анау түрік шайын 1 килограмм 4 мың теңгеге алады екенмін да. Су, енді су тегін ғой. Енді тоқ бар, ол қанша болады екен білмеймін. Демдеп қойдың, іш. Оның үстіне мен шайды қатты жақсы көремін. Болды. Сол мен 2 апталық анализден кейін кофені ішпеймін. Былай, күнде ішпеймін. Әрине бір кездесу болса, бір нәрсе болса ішесің ғой. Бірақ күнде менде андай бар еді ғой, жұмысқа келе жатқанда кофе ішу керек деген. Сонда ой бар еді. Қарасам, бір аптада 35 мың теңге. Көп емес па, 35 мың теңге. Слишком көп қой. Ойладым, сонда бір аптада 35 мың болса, сіздің бір айда 140 мың теңге кофе кетсе, ойбай. Окей, оны мен бірақ ана неден кейін көрдім. Екінші, түскі ас. Түскі асты қарадым. Так, мына жерде бізде деген кофейня күшті кофелер жетеді. Абылайхан мен Құрманғазы көшесінің қиылысында бүкіл крутой кофелер осы жерде. Енді күнде бір жерге барып тамақ жеймін. Бай, командамды алып аламын. Бүгін ана жерден тамақ жеп керек, бүгін мына жерден тамақ жеп. Бұл районда құрғыр лағманхана жоқ, ештеңе жоқ бұл районда. Тек жаңағы равиоли дегендер бұл жақта, равиоли деген сияқты, болонезе дегендер. Сөйтіп оны есептедім. Енді айтпай қойын, суммасын тым көп кетеді екен. Енді мен қарадым, так, менің үйім 2 минуттық жерде, 2 минут. Жүгірсең, асықсаң 1 минутта барасың, офистің мен үйдің арасы. Неге мен үйден жемеймін? Үйде тамақ бар. Күнде тамақ жасалады, тамақ дайын. Болды. Неге жемеймін? Енді бірақ үйге біз продуктыға құртатын ақшамыз сондай емес та. Көп емес та, мынау сияқты. Сосын оны тоқтаттым. Кеттік, енді қатып қалған емес қой, енді әрине анда-санда шығасың ғой, бірақ дегенмен күнде емес та. Осы мәселелерді анықтадым мен. Ақшаның қайда кетіп жатқанын. Сосын бір жақтарға құртатын нем бар екен. Керек емес. Түк о жерге ақша құртпасаң да болады. Бұл нәрселер шықты. Мен шығындарымды көрген кезде мен оны түзете аламын. Арасында кейбір менің шығындарым бар екен, мақтану үшін жасайтын. Мойындаймын, кейбір шығындар бар екен, жай мақтану үшін. Ойладым, не үшін мақтанамын мен? И чо? Енді әрине ана қиын бір дәуірді көріп, енді сәл ақша пайда болған кезде бір көрсеткім келе ме бір нәрсе? Сәл пайда болған кезде. Содан кейін жоқ, стоп. Енді қазір байқасаңыз, бұрынғыдай бір андай понтовать ету жоқ. Байқайсыз ба, андай бір білмеймін, көрсетіп. Бір дәуір болған шығар, барлығымыз соған мұқтаж болған шығармыз, көрсеткіміз келді. Ойбай, бизнес класспен ұшамын, ойбай, анау деген көрсеткіміз келді. Қазір ешкім көрсетпейді да ғой, бизнеспен ұшып жүр, бірақ көрсетпейді да ғой, оны білмеймін, каждый раз сторисқа шығып деген сияқты. Мойындаймын, менде де сондай бір дәуір болды, бизнеспен ұшқан кезде көрсеткім келетін. Ойбай, бизнесте отырғанды көрсеткім келетін. Жоқ, қазір байқасаңыз, қоғамда ондай бір үрдіс жоқ. Түсті. Анда өмір сүремін, мында өмір сүремін, қымбат, жаңағы лакшери, бәрі крутой люксін көрсетудің керек жоқ, Бірақ мен бұны қашан байқадым? Жаңағы мен шығындарымды көз алдыма қойған кезде. Сонда достар, сіз байқамайтын керек емес жерге кетіп жатқан ақша бар. Бұны білу керек, бұнымен жұмыс істеу керек. Мейлі сіз оқушысыз, мейлі сіз студентсіз, мейлі сіз ересек адамсыз. Егер бұны есептеп көрмеген болсаңыз, жағдай қиын. Жазыңыз. 2 апта жазыңыз, 2 аптадан кейін анализ жасаңыз. Бір күндік анализ жасай алмайсыз, өйткені 2 аптадан кейін кейбір тұрақты шығындарыңыз көрінеді. Бұл бір. Екінші мәселе, шығынға қатысты көрінбейтін шығындар бар. Көрінбейтін. Достар, сіз байқамайтын шығындар бар. Тіпті мен бұл туралы мынандай кітаптарда мынаны оқығамда, тіпті мынаны зертте дейді. Мысалы, енді бізде Каспий банк халық банк қой, енді ол жерде өйтіп айтылмаған, америкалық нелер ғой бұлар. Бізде мысалы, сіз комуслуга төлейсіз үйдің. Тіпті мынаған дейін зертте дейді. Каспийден төлесем комиссия аламын, алмай ма? Алмайды. Окей. Халықтан төлесем комиссия аламын, алмай ма? Екеуінен де алмайды.
Енді қайсының бонусы көбірек деген сияқты, уже қайсының артықшылығы көбірек деген сияқты мәселелер. Сосын шығынға қатысты оны да көріңіз. Байқамайтын, мына сіздің ай сайын төлейтін единицаңыз. Шынымен де 6900 теңгелік тариф керек па сізге? Шынымен де, мысалы мен офистамын, уақытымның көп бөлігі офиста өтеді. Болмаса үйде өтеді. Үйде де Wi-Fi бар, офисте де Wi-Fi бар. Шынымен де маған сол 6900 теңгелік тариф керек пе? Бәлкім керек емес шығар. Есептеңіз, әркімдікі әртүрлі, иә? Бұл өйткені сіз байқамайтын шығындар. Келесі сіз байқамайтын шығындар бұл подпискалар. Подписка жазып алғансыз, жаңағы не бар? Netflix жазылып алғансыз, иә? Студент болып 4 адам бірігіп жазылып алған, бірақ үшеуі төлемейді, ақыры өмір соңында мына кісі төлеп жүреді. Ондай да бар. EV жаңағы кино порталдар жазылып алғансыз. Менде мынандай бір қызық болған, мен кино көрмейтін адаммын. Шын айтамын, мен көп кино көрмеймін, анда-санда кинотеатрға баратын болмаса, былай сериал, кино деген мүлдем көрмеймін. Біздің үйде оны ешкім көрмейді, иә. Бірақ мен ана бір EV деген подпискадан, EV деген жаңа каналдан Каспийден тыңқ еткізіп, ай сайын бір 4900 теңге алынады да. Мен ойлаймын, сол алынған кезде ойлаймын ше, мынау EV-ді өшіру керек, мен осыған жазылған емеспін деп ше. Білмеймін, бәлкім үйдегілер жазылған шығар. Ойлаймын, жазылған емеспін деймін, ұмытып кетемін сол кезде. Келесі ай тыңқ етіп 4900 теңге алынған кезде, ой, қабай, мынаған жазылу керек деймін, сол кезде білмеймін, сыртта жүрген боламын, немесе біреумен отырған боламын, қазір сонымен қалып қояды. Достар, сенесіз бе, 4-5 ай осы 4900 теңге алынып тұрды. Мен каждый раз қойшы осыны өшірем. Бұл не вообще? Мен кино көрмеймін. Ол 4-5 айда бірде-бір кино көрген жоқпын мен EV-дан. Содан кейін барып 5 айдан кейін барып өшірдім. Сіз байқамайтын шығындар бар. Я қазір егер сіздің табысыңыз мысалы Instagram арқылы болмаса, анау галочка сатып алдық. Ай сайын қанша теңге? 3000 теңге ме, 4000 теңге ме алады? Жоқ, одан да көп алады. Енді тобырлатып алып алдық. Енді сіздің табысыңыз Instagram арқылы болса, сіз Instagramда білмеймін бір инфлюенсер болсаңыз, сояқта бір блогер болсаңыз, окей. Бірақ жоқ, студент кейбір кісілерді қараймын да, білмеймін 500 подписчигі бар, галочкасы бар да. Менің галочка сізге не береді? Просто әдемі, көк, тық деп тұрады Instagram шетінде, жұлдыз болып. Сатып алдық. Не үшін? Бұл да байқалмайтын шығындар. Сіз білмейтін шығындар. Сондықтан достар, шығын мәселесін кәдімгі есептеңіз. Бұл мынау деген сөз емес, қыстаста, қиналып өмір сүр деген сөз емес. Просто көріңізші, сіз түсінесіз. Ол жерде көп ненің де керек жоқ, тапсырманың да керек жоқ. Просто шығыныңызды көріңіз, жасырын шығындарыңызды анықтаңыз. Содан кейін сіз көп нәрсе өзіңіз үшін сабақ аласыз. Окей, бұл бір. Екінші мәселе, достар, финансовый грамотность туралы біз кәдімгідей қазір зерттеуіміз керек. Және біз 50-60 жасымызға келген кезде біз қаржылай өте еркін болуымыз керек. Қазірден соны амалын жасауымыз керек. Енді мен айтам, қазір мен шауып жүрмін. Осы кеше ғана мен 5 күн бойы, 3 күн Ақтауда болдым, сабақ өттім, семинар өттім, күнде таңертең кешке дейін. Одан кейін ұшып барып Атырауда 2 күн қатарынан кездесу, семинар кеше түнде ұшып келдім де, бүгін таңертең мен келіп мына сабақ айтып отырмын да. Енді бұл қазіргі менің білмеймін денсаулығымның қазіргі жағдайымның рұқсат ететін бір дәуірі. Сіз шаба бересіз, түстен кейін тағы да бар бір сөйлесуіңіз мүмкін. Бірақ достар, бір 50-ге келген кезде сіз бүйтіп жүре алмауыңыз мүмкін. 50-ге келгенде 5 күн сапарда болып, қайтып келіп сразу офиске келіп кірісіп кету деген. Тіпті кешке мен офисте отырдым, ұшып келе сап. Тура сол сияқты істей алмауым мүмкін. Сондықтан мен қазірден бұл нәрсені ар жаққа, білмеймін, финансовая подушка дейді ғой, подушка безопасности дейді. Сондай қауіпсіздік жастық қазақша деймін. Сондай менің бір дайындығым болу керек. Енді естеріңізде болса, алдыңғы ай біз Африкада болдық. Күлем ғой, мақтанбасаң болмайды деп. Африкада болдық, мотоциклмен тур жасадық, естеріңізде білесіздер. Испаниядан бастап Африкаға мотоциклмен барып, Гибралтар жүзіп өтіп, сөйтіп арыладық. Енді сол жерде өте маңызды бір сабақ алдым мен. Біздің қасымызда 65 жасар Берри деген кісі болды. Берри деген америкалық кісі, 65 жасар. Бізбен бірге аралап жүр. Мысалы, елестетіңізші, 500 километр мотоциклмен айдайсыз бір күн 500 километр шаршап, мен ана қонақ үйге келіп, бүйтіп белім ауырды деп 45 градус ыстық төбеден күйдіріп бара жатыр. Астыңызда мотоцикл жанып жатыр, от, мотор қызып жатыр. Енді екі ортада сіз шаршайсыз, 500 километр таңертең шыққансыз, кешкі 5-те келдік.
енді бүйтіп мотоциклдан түсіп жатырмын ғой, белім ауырып қалып теріліп кетті, мана болды мына болды, шаршадым. Сөйтсем ана Берри секіріп түсіп уйде дейді деп билеп жатыр да. 65 жасар жігіт қой. Кстати, жақында үйленіп жатыр екен, тойына шақырды бізді. 55 жасар бір кісімен үйленіп жатыр екен. Енді Берриге айтамын да, Берри, сен қалай деймін да, сен сөйтсем Берри айтады, мынандай бір қызық нәрсе айтты. Азамат дейді, қызықтың бәрі 60-тан кейін басталады, дайын бол дейді. Қызықтың бәрі 60-тан кейін басталады дейді. Күшті. Айтады, бала шағаң бәрі уже орныққан еткен, сен сол кезде әлемді аралай алуың керек дейді. Енді сен әлемді аралай алу үшін дейді, бір, сенде жеткілікті ақша болу керек. Екі, сенде денсаулық болу керек. Дедім, мен бұл сабақты алдым. Енді қазірден бастап үшінші бағанаға айтқан инвестиция тақырыбын зерттеңіз, достар. Зерттеңіз. Белгілі бір процент ақша сізде жұмыс істеп жату керек. Қазір мен жұмыс істеп жатырмын ақша үшін, ақша табу үшін. Бірақ менің қазір белгілі бір мөлшердегі ақшам маған жұмыс істеп жатыр. 2-3 жерден маған жұмыс істеп жатыр. Қазір көп болмауы мүмкін, бірақ уақытпен ұтасыз. Сондықтан мынау инвестиция мәселесін зерттеңіз. Мен сізге айта алмаймын, мынаны істе деп, өйткені сіз оны өзіңіз зерттеп білуіңіз керек. Бір шетінен оның ислами тұрғыдан шарттары бар. Кейбір жерлерге инвестиция жасауға болмайды, кейбір жерлерге болады. Сондықтан зерттеңіз, өзіңіз зерттеңізді, сіз бұны түсінесіз. Бірақ менің ұстанымым қандай? Мен бүкіл табысымның 10%-ын, мысалы делік, бүгін маған бір жерден төлем түсті дейік, 500 мың теңге, мен бірден 10%-ын, 50 мың теңгесін инвестицияға кетеді. Енді 10%, неге 10%? Бұны Бодо Шефер айтады, бұны басқа да Сайдмурод Давлатов айтады, бұны көптеген финансовый грамотность туралы зерттейтін кісілер айтады. 10% сіздің табысыңыздың, бүкіл табысыңыздың 10%, ағылшындар бұны pay to yourself дейді, өзіңе төле бірінші. Өзіңе төле деген сөз инвестиция жаса деген сөз. Яғни 500 мың теңге түсті ма, мен бірінші өзіме төлеймін деген 10%, 50 мың теңге инвестиция кетті, ақша түсті. 50 мың теңге мен неге басқа бір картама, Халықбанк бар, Freedom бар, Каспи бар, басқа бір картама обучениеге деп бөліп қоямын мен. Менің обучением деп бөліп қоямын. Және 10%-ын мен Халықбанк картама, саяхатыма деп бөліп қоямын. Болды. Мен өзіме алдын ала төлеп қойдым. Яғни бүгін маған 500 мың теңге түскен болса, менде 500 мың теңге жоқ, менде 350 мың теңге ғана бар. Бірінші мен өзіме төлеп қойдым. Өзіме төлеген 10% инвестиция, 10% обучение, 10% саяхатқа. Ол жинала береді, оны құртпауы мүмкін. Алдыңғы ай маған күшті бір обучение көріп қалдым, жаңа Канадалық университетте 3 миллион теңге дейді, картама кіріп қарасам 3 миллион теңге бар екен, сатып алдым. Бірақ мен оны компаниям оборотынан жұлып алған жоқпын, білмеймін, бала шағамның алатын ақшасынан жұлып алған жоқпын, немесе осы ай қинала тұрайық деп алған жоқпын, өзінен өз бір 5-6 айда жиналған ақша. Солай болса, бұл бірінші өзіңе төле деген сөз. Бірінші өзіңе төле, одан қалғанын құрт шығындарға деген сияқты. Енді сөйтіп мен әдетке айналдырдым өзіме. Бүкіл кірген ақшаны 10% инвестиция, 10% білім, 10% саяхат. Саяхатқа барғанда да мен ана картама қараймын, қанша жиналған, бірнеше миллион тұрады. Ол жақсы болды енді. Мына жақтан жұлып алмаймын мен, Сонда сезілмей кетеді. Сондықтан инвестиция мәселесін зерттеңіз. Білесіздер, акция, облигация деген мәселелер, бонды дейді, ETF дейді, жаңағы білетін кісілер бар. Жаңа жапондық қариялар 80-90% инвестиция жасаған, пенсионный портфель жинаған, қазір әлемді шарлап жүр. Америкалық қарияларды білесіздер, қазір әлемді аралап жүр. Англичандар, қазір бізге Алматыда да көп кемпір шалдар келіп жатыр Англиядан, өйткені ақшалары бар, финансовый грамотность зерттеген, пенсионный портфель жасаған. Сондықтан бұл жерде мәселе 20 жыл бойы жаңағы акциямен айналысасыз, бірақ дұрысын өзіңіз таңдаңыз, халал емес деген жерлер бар. Сосын оған қоса тағы жаңағы күндік трейдинг бар, day трейдинг. Трейдингке мен сәл қарсымын. Қарсы онда қалай? Трейдингпен айналысатын болса, адам толықтай трейдингпен айналысу керек. Өйткені ол ауыр мәселе, сен күнде оны зерттеуің керек. Күнде жұмыс сияқты қарайсың. Параллельно болмайды ол. Кешке дейін жұмысым бар, одан кейін трейдинг деген, білмеймін, ол ауыр болып кетеді. Менің айтып отқан бұл долгосрочный инвестиция, акциялар. Сондықтан бұл мәселені зерттеңіз, акцияның бір қызығы, сіз бұған 10% уақытыңызды бөлуіңіз керек, 10% қаржыңызды бөлуіңіз керек. Бүкіл бәрін тастап акцияға кіріп кетпейсіз. Өйткені қазір сіздің бүкіл фокусыңыз табысқа. Анамыз күтіп отырмау керек, ақша салып қойдым, енді күтемін. Жоқ. Жас кезде сіз тек табысқа, бірақ 10%, яғни 90% сіз маяқтан жұмыс істеп жатсыз, 10%-ыңызды
инвестиция жасайсыз, бұл 20 жыл болу керек. Зерттеп көріңіз. Мысалы, мен жаңағы қаржы қағидаларын Канадалық университетте оқыдым. Сол жерде бізде орыстар да болды, ресейлік кісілер. Қазір мысалы біздің осы аймақта, Қазақстан, Ресей, мынау Азия аймақтарында біздің Freedom қазір атақты. Мысалы Freedom'ды орыстар мақтайды да, брокер ретінде. Енді бұл туралы зерттеп көріңіздер достар, бұл өте маңызды тақырып. Идея сала алдым деген үміттемін. Ары қарай кітаптар оқыңыздар. Мен кітаптарды міндетті түрде оқу керек деп айтар едім. Мен қаржы қағидалары туралы осы жылдың январьдан бастап 14 кітап оқыған шығармын, бірақ әлі де біткен жоқ. Көп ол өте қызық. Оқи беріңіз, зерттей беріңіз. Окей, достар, қаржы қағидалары туралы айтқым келген мәселе осы. Міндетті түрде мен кітабымды айтуым керек, өйткені біз мынаның бәрі мимен істейміз. Енді мен кітабымда мен мидың ішкі жаңағы психологияның қалыптасу тақырыптарын зерттедім. Әдемі, түсінікті тілмен, ғылыми негіздемелермен, сілтемелермен мына жақта көрсеттім. Сіздің миыңыздың, психикаңыздың қалай қалыптасу, тура соның ішінде қаржы мәселелері қалай қалыптасты деген тақырыпта осы. Мен кітабын міндетті түрде оқыңыз. Оған қоса әдет бойынша жаңағы 10% мәселелерді өміріме әдет ету үшін сен кітабы 2023-те шыққан, бестселлер болған және жылдың үздік кітабын ұтып алған. Мен кітабы 2024-те шыққан. Біз қазір достар осы екі кітапты алған кісілерге, сілтемесін қойып кетеміз астыға. Осы екі кітапты алған кісілерге сыйлық жасаймыз. Арасында бір кісіге iPhone 16 Pro сыйлаймыз, бір кісіге Түркияға саяхат сыйлаймыз, және барлығына осы екі кітаптың қасына 14 түрлі курс қосып береміз. Сондықтан достар, сілтеме қалдырып кеттік. Екі кітапты алып, өміріңізді өзгертіп, сыйлық иегері атануыңызға тілектеспін. Сіздермен болғанмен Азамат Исқақов, Құдай қаласа келесі сабақтарда көріскенше.